Жеңеше, сізге бір сыр айтайын деп едім. Айта ғой, ерке қыз. Менің сөз байласып жүрген жігітім бар. Ниеті таза, өзі жақсы жігіт. Сол жігітпен сөз байласып, сырға салып алып кетем дейді. Соны өзіңіз сонымен ақыл кеңес сұрайын деп едім сізден. Ерке қыз, жүрегі қалаған жігіт болса, біз қарсы емеспіз әрине. Жігіттің ниеті түзу, тәрбиесі жақсы болса, үлкендердің ақ батасын алуға тырысайық ендеше. Соны ата-анама өзіңіз жеткізіп беріңізші. Әрине жеткізейін, ерке қыз. Оны маған тапсыр. Апа, Ау, қарағым. қолыңыз бос па? Иә, айта бер. Сізге айтар бір әңгімем бар еді. Айта ғой, тыныштық бар, не болып қалды? Біздің ерке қыз бар емес пе? Иә. Соның Не болыпты? Соның сөз байласқан жігіті болса керек. Өзі көрші ауылдан сияқты. Ата-баба дәстүрімен біздің қызға сырға салып келсек екен дейді. Бұған қалай қарайсыз? Шырағым ай, қыз бой жеткесін осы екен ғой. Ұстатпайды екен ғой. Апам, оңаймаңыз. Қыз мұраты кету, жол мұраты жету деген бар. Сіз осыны, егер рұқсаттарыңызды беретін болсаңыздар, атамызға әдемелеп өзіңіз жеткізсеңіз. Кеше ғана тұлымшағы желбіреп жүрген қызым бүгін бір әулетке аттанайын деп отыр ма? Қайтеміз енді? Әкесіне айтайын, әкесінің рұқсатын алайын, әкесінің еркетайының. Әкесі! Онда мен әдемелеп шай қояйын. Әкесі! Ай, бәуше не болды? Ай, әкесі, әдемелеп шай ішейік, ана келін. Шай қойғалы жатыр, ойбай, жаным ай. Ой, не болды, ой. Әкесі ау, ай, қыз мұраты кету деген. Мына кішкентай кенжетайыңда бой жетіп қалыпты ғой. Бір елдің азаматы келіп, сырға салып, алдымыздан өткелі тұр екен. Рұқсаттарымызды сұрайды екен. Не дейсің оған, әкесі ау? Қамызда, бәуше, қазан көтерір. Құдан көре дайындықсызда. Ағасы. Құны қосынды. Ай, келін, ау келін. Келін ау, әкесі рұқсатын берді. Құдаға дайындық жасаңдар. Ай, ана үлкен үйден аузынды шағын қайнағаны шағын. Қайнағаны Құдалар келсе қарсы алайық. Қайнаға, мынау, ерегі қызыңыз бой жетіп, мынау, сырға рұқсат сұрап екен. Қайнаға, соған мынау абыз айқақты дайындап, құдаларды күтуге дайындалайық енді. Кендірі. Ай, тамаша жақсы ағайын. Қошемет қойыңыздар, сырға салу расында. Ұлан қайда, ұлан қайсындар, қойын сойсын. Ұлан, ана қорадағы құнан қойды сой. Ал, келіңдер, дайындықтарын жасаңдар. Келіңдер. Әй, босаңдар, жылғылдаңдарсаңдар, ана құдалары кеп қалатын болды ғой, құдай ау. Ай, абысын, қазан ұшаққа өзің еге бол. Ана етімді қара қасты болып құдалардан ят болып қалмасын. Абысын, ау ана жаққа барып қарасаңшы. Мен қазылдап айтты ғой, етті қатын тамақ қайда? Ай, мыналар болды ма, ана қазандарың саған қолдап. Ай,
Құдалар қандай құдалар? Тегіс насымдай. Әй, мынау менің құлағымды жинамайсыңдар ма? Құлағына дейін деп айтып Құдалар келді алдымызға ағайын. Қошемет қойыңыздар. Қазір үкімет көшесіне құдалар келді. Hürmetіңіздер, жоғары шығыңыздар. Аяқпен қадам бас мінеке басқаныңыздан төрінен орын алдыңыздар. Жоғары шығыңыздар. Құдағай ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Сәл қабылдыңыз. Құдағай ассалаумағалейкум. Құдағай. Құдағай. жоғары шығыңыздар. Ал құдалар жоғары шығыңыздар. Келген қадамдарыңызға Ал құдалар төрлетіңіздер. Ал құдалар ауыл аймақ аман есен ба? Қалайсыздар? Аллаға шүкір аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Наурыздың күні наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет ауым. Мына құдай енді ауылдарыңызға кеп қалып, мына құдай қосқан құда болады, пайғамбар қосқан дос болады демекші. Мына ұлыстың ұлығындерінің асыл жандармен өздеріңізбен құда болып отқан жағдайымыз бар. Ал қадамдарың құтты болсын құдалар. Мынау бізде ұл бар демекші, сіздерде қыз бар демекші. Жастар бірін-бірін тапқан екен. Мынау көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Мынау ұлыстың күнінде сіздердің қыздарыңызға сырға салуға келдік, рұқсаттарыңызды берсеңіздер. Ой, құдеке, мінекей, екі жақсы бірін-бірін тауып жатырса, екі жас, біз неге қарсы тұрайық? Сіздерге рахмет, мынау ата-баба дәстүрменен сырға салып, сырға салып, алдымыздан өтейін деп келіп отыр екенсіздер. Сіздерге бұл да көпті көргендіктеріңіз ғой енді. Сіздерге көп рахмет. Мынау енді таныса отырайық бұдеке. Біз мынау осы көрші елден өзіміз таныспыз. Мына көрші ауылдан боламыз. Көрші төменгі көшеден. Еліміз Күнту елінен келдік. Өзім есімім Айдар болады. Біздің үйде құдағиыңыздың есімі Раушан болады. Одан кейінгенім Досымжан есімі. Ол кісідегі келін әдемі болады. Мынау бота қызым болады. Таныса отырайық. Құдағай болыңыз. Ауылдағы қоршын қойыңыз ғой, болыңыз ғой. Құдағай болсын. Сөз жоқ бізде, сөз жоқ. Құдағай, екі басы алды, бардағы. Құдағай сізді. Ал құрметті құдалар, ардақты ағайын, бүгін екі жұрттың, екі жастың, екі жүректің тағдырын тоғыстыратын сәт. Біздің шаңырағымыздан ер жеткен әппақ қайнымның өмірлік серігін іздеп тауып, сіздердің қыздарыңызға деген ақ ниетімізбен келіп отырмыз. Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру әрбір ата-ананың міндеті болса керек. Қызды әкенің оң босағасынан ұзату үлкен бір жауапкершілікпен аманат деп білеміз. Олай болса біздің бұл қадамымызды оң деп тауып рұқсат етіңіздер. Сіздердің Құдағи сөзіңізді бөлсек, ас келіп жатыр. Аспен жағаласып мен де сөйде, мен сөйлеп қалам осындай кезде.
мейлі ғой. Тек ай кетпеңіз, жалғастыра беріңіз. Келген шаруаңызға айта беріңіз. Бүгін сырға тағу ертеңгі үлкен қуанышқа бастар қадам деп біліңіздер. Бүгін сіздер рұқсат етсеңіздер, сіздермен құда болғалы келіп отырмыз. Екі ел бір-біріне құда ғана емес, ертеңгі күні арқа сүйер туыс болсын. Сіздердің қыздарыңыз менің аппақ қайныма бақ боп барып, әулетіміз бен шаңырағымыздың шырағы болса деген ниетпен сіздердің қыздарыңызды сырғалым атандыруға рұқсат сұрап келдік. Олай болса, сіздер рұқсат берсеңіздер, қыздарыңызды ортаға алдырсақ, тойларыңызға қалың қауым жиылыпты. Алланың бізге берер сыйы мықты. Аққайнымның таңдаған аққуына сырға салу мәртебесі бір өзіме бұйырыпты. Сіздерді елдің ұнатқан соң аруын, алып келдік сый құрметтің тәуірін. Сырға салып еншілейтін келінді халқымыздың жақсы салты бар ырым деп сырға салу рәсімін бастайық. Ата-анамыздың үмітін ақта, ол жаққа бізді барып ата-енемізді ұятқа қалдырма. Қосағыңмен қосағар, бақытты болыңдар Серке қыз. Даланың дарыны, анаңның тәлімі бойыңа дарығандай. Өзіңдей аруды ұнатқан жігіттің бағы бардай. Еліміздің елігі, әулетіміздің көрігі. Қазақтың бір ер жігітін ұнатыпсың. Рахмет жеңгелер, аққайнымның таңдауына риза болып тұрмын. Көңілім сондай толып тұрғаннан кейін, көпті көрген көзім қырағы болса, қыздарыңыз ибалы, инабатты, биязы мінезді көрінеді. Көңілім сондай толып тұрғаннан кейін, қасындағы екі жеңгесіне әкелген арнайы зергер алтын бұйымнан тақсам деймін. Рұқсат етіңіздер, қошемет көрсетіп отырыңыздар. Шапалақ шақырады, сіздер шапалақ ұрып тұрсаңыздар, мен сөйлей берем. Ой болса сырға салуды бастайық. Әуелі қызымыздың өмірі ақ мақтадай мамық болсын деп, жұмсақ болсын деп, мына ақ көрпеге, ақ көрпенің бетіне түскен оюдай әрлі әдемі болсын деген, екі жастың өмірі тек мына әдем болсын деген ырыммен ниетпен қызымызды ақ көрпеге жайғастырып отырғызып алайық. Отырғызыңыздар қыздарыңызды. Алла қызымызды тіл көзден аман сақтасын деп, ағы күмізді тағып алайық. Нұрай қызымыз гауһар тастай жарқырап жүрсін деп, бриллианттан сырға тағайын, рұқсат болса ағайын. Рұқсат еткендеріңізді шапалақтап білдіріп отырыңыздар. Әуелі оң құлағынан бастап тағайын, өсек аяңнан аулақ болсын деп, одан кейін сол құлағына тағайын, тек жақсы сөз естісін деп. Құлағына таққан гауһар сырғамыз тек қана әшекей бейім емес, бұл елдің үлкен сенімі. Барған жеріңде бақ боп бар. Бүгінгі сырғалым атанғаның құтты болсын. Олай болса мен де аққайнымды ортаға алдырайын. Талай қыздың арманы, атты қыздар түсіп қарайтын, жаяу қыздар жатып қарайтын, жайдарманның жұлдызы Асаба, адуынды Асаба, аққайнымды ортаға алдырайын.
рұқсат берсеңіздер ақ баталарыңызды беріп біз көрінісімізді осы жерден аяқтаймыз. Себебі ұйымдастырушылардың шорт кескен ай. Әйтсе алып кеткіміз келіп тұр бізді ары қарай. Ал аумин, Алла жар болып, бағыңды ашсын қызым, барған жерде бақытты бол, қошағымен қошағар құдалығымыз мың. Амин. Рахмет, Базарбай Ахмет көшесі, сырға салу рәсімменен. Наурыз мейрамы құтты болсын, құдағиымыз ілтипатымызды қабыл алыңыз. Той шашу деп алып келген екен. Әй абысын, құдаларының әкелген той шашуынан халыққа үлестіріп бер. Дәм татсын, жұғысты болсын осындай.